Мейірім, қарасаңшы мейірім. Ол мейірімді пайғамбар салсам көрмеген ғой. Абу Талибке берді. Абу Талиб не деген еркелетті да? Абдул-Муталиб. Кешіріңіз екен. Абдул-Муталиб. Не деген мейірім көрсетті? Енді соған бауыр басып бақытты бола бастаған кезде 8 жасында ол да қайтыс болды. Кім ондай қиындық көрген? Ата-аналарымызға тіке сөйлеп жатырмыз. Ата-ананың разы болмауына ол сен құры, сен қарғадым деу керек емес. Сен бір сөз айтасың, ренжіп көңіл түсіп қалды ғой, сол кезде өліп кетпе дейді. Бұл ата-ананың разы емес болуына жеткілікті дейді. Өйткені Алла Тағала Құранда уф деме деген нәрсе бар ғой, айтқанын істеп кетіп бара жатып, уф деме деген нәрсе бар ғой. Деме. Ал тіке сөйлеп, анаң дейді, сөйлеп басашы. Ғалымдар айтатын болған. Бір кісі айтады, анам мен дастарханда отырғанда қолыммен онда бір нәрсені жеуге қорқамын. Неге десе, анам соны жегісі келіп отырса, мен соны бірінші алып қоймауға қорқамын. Анамнан бұрын дастарханға қол созбайтын дейді. Біздер қазір анамыз келгенше бәрін тауысып, тағы бар ма деп отырамыз ғой. Аналардың мейірімін айтқым келеді. Оларда не аппетит жоқ па? Оларда мына бізде бар желание деген нәрсе жоқ па? Олар мынандай нәрселер тұрады алдында да, баласының алдына қояды да. Сөйтіп сіз айтасыз, жесеңші десеңші, ол сен үшін әшейін тәбетін тартпай отыр дей салады. Саған жегізу үшін айтады, тәбетін тартпай отыр дей салады да. Ал ол сосын саған той жасайды. Сүндет той бір істейді, үйлену той, мектеп бітіресің, тағы той істейді. Сен балаң туылса, тағы өзін жоқ қуанып той істейді. Ал біз оған не істейміз? Біз оған 7-сін береміз, 40-ын береміз, жылын береміз. Өлгенде мата таратамыз, өлген кезінде жыртыс таратамыз, өлген кезінде мал сойып, зор тамақ береміз. Тірі күнінде не бересің? Пенсияны қашан аласыз? Қараңыз, 2-ақ жыл анасының қолында болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Медине мен Меккенің арасында келе жатқан кезінде жылдамдатып жүрсін. Сол жерде. Әл-Абуа деген жерде анасы қайтыс болғанда, сол жерге барған кезінде бүйтіп айтады. Бір жерге келіп, аяғын былай ұстап отырады. Былай ұстап отырып, жылайды. Өкіріп жылаған кезінде бар ғой, сахабалар ана жылауызды көріпсе, не болғанын білмейді, бірақ олар жылай береді. Сөйтіп айтады, анамды сағындым. Анамды сағындым дейді. Біз сорлы анамыздың 30 жыл болды қолында. 30 жыл бізді бақып келе жатыр да. Әлі күнге шейін аналарымыз алып беріп жатыр ғой. Біз ырза емеспіз ғой оларға. Разы